Қайырлы күн, құрметті көрермен, ардақты ағайын. 2 жылдан бері тоқтаусыз 250 TV News жобасы көрермен көзайымына айналып, мектеп жаңалықтарының жаршысы болып келеді. Мектеп жаңалықтардың әр нөмірі YouTube, Facebook және Instagram желісіне жарияланып келеді. Сондай-ақ жаңалықтардың алғашқы легі үлкен үмітпен көрермен қауымға жол тартқан шақта Қармақшы таңы газеті ұжымы бұл бастамаға қолдау білдіріп, баспасөз бетіне жариялады. Сонымен қатар жаңалықтарымыздың әр санын үзбей көріп, шынайы ақжарма лебізін білдіретін көрермендеріміз де аз емес. Олай болса, бүгінгі 20-шы шығарылымды мерекелік бағдарлама ретінде жобамыздың алғашқы жүргізушілерімізбен ұсынамыз. Жаңалықтарымыздың әрбір нөмірінің жарық көруіне тілекші болып, жүргізушілерге қолдау білдіріп отырған мектеп директоры Гүлжахан Жұмағалиқызына үлкен алғысымызды білдіреміз. Біздің мектебімізде іс-шаралар үздіксіз өткізіледі. Сонымен қатар оқушыларымыз көптеген жетістіктерге жетіп, мектеп абыройын асқақтатуда. Ал осындай жаңалықтарды хабарлау біз үшін үлкен қуаныш. Ендеше жаңалықтарымыздың алғашқы сандарына қысқаша шолу жасап өтейік. Армысың көрермен, сіздермен бірге 250 TV News жобасы және оның жүргізушісі мен Карабдинов Қайсар. Армысыз көрермен, назарларыңызда 250 TV News жобасы және оның жүргізушісі мен Бертаева Мадина. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге 250 TV News арнасы және оның жүргізушісі мен Орынбасаров Ердәулет. Қайырлы күн, құрметті біздің мектебіміздің YouTube арнасының көрермендері. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Серікбай Ақнұр. Өнердің дариясы тасынуда, болмайды жақсылықты жасыруға. Жырау мен сүлейлердің мекенінде өнердің орталығы ашылуда. Шығарып, өрендерді шын жарыққа, жетелесін ізгі жол мың бағытқа. Жасай берсін өрнектей орталығым, жас ұрпақта тәрбиелеп тұлғалыққа. Осы орайда мектебімізде жас таланттарды танытатын, қазірден талапты жастардың басын қосатын, өнерге қабілетін шыңдайтын, өресі биік, өр тұлғалы өнерпаздарымызды тәрбиелеу мақсатында мектеп жанынан өрнек өнер орталығының салтанатты түрде ашылуы болып өтті. Шараға Дарын облыстық білім беру орталығының қосымша білім беру бөлімінің бөлім басшысы Иманзадаева Гүлбану Күзенбайқызы мен Қармақшы аудандық білім бөлімінің басшысы Абдазиева Гүлзира Мәжитқызы қатысып, игі тілектерін білдірді. Сондай-ақ, орталықтың ашылуымен қатар жеке тұлғаны қалыптастырудағы өнер мен дебаттың маңызы атты облыстық семинар болып өтті. Семинарда қонақтар өрнек өнер орталығының тыныс-тіршілігімен, қолөнер бұйымдары дебат орталығымен танысты. Тарих өткенге сабақ, келешекке өнеге. Халықсыз тарих жоқ, тарихсыз халық жоқ демекші, кез келген мемлекеттің басты құндылығы ол оның өткен жолы. Ал осы тарихты білу өскелең ұрпақтың басты міндеті. Осы мақсатта 12-15 желтоқсан аралығында тарих пәні мұғалімдерінің ұйымдастыруымен тарих пәні апталығы болып өтті. Апталық жұмыстары Алаш идеясының 105 жылдығы мен Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 31 жылдығына арналды. Апталық аясында танымдық сабақтар, ашық сабақтар және де бірнеше іс-шаралар жүргізілді. Құрметті көрермен, келесі эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздерге ұсынар қуанышты хабарларымыз, жағымды жаңалықтарымыз көп болсын.